Қайырлы күн достар, бүгін тюльпан самса жасамақшымын. Сіздер де менімен бірге міндетті түрде дайындап көріңіздер. Егер каналыма тіркелмеген болсаңыздар, каналыма тіркеліп, қоңырау белгісін басуды ұмытпаңыздар. Бізге қажетті барлық ингредиенттерді төменде описанияда жазып қалдырдым. Ең алдымен қайнаған ыстық суымызға тұз салып, қасықпен барлығын араластырып аламыз. Кейін сұйық май қосып тағы араластырамыз. Алдын ала ситадан өткізілген өлшеніп қойған ұнымызды бірнеше бөлікке бөле отырып саламыз. Барлығын бірден салмаңыздар. Осылайша жұп-жұмсақ қамыр илеп аламыз. Бізге қажетті құрам өте қолжетімді, сондықтан міндетті түрде дайындап көріңіздер. Енді дайын болған қамырымызды салафанға салып, 1 сағатқа демалдыруға жібереміз. Мұздатқыш, яғни морозилкаға қоямыз. Біздің қамырымыз демалғанға дейін салмасын дайындаймыз. Тұз бұрышымызды салып, етімізге пиязымызды салып, барлығын бір келкіге алып араластырып аламыз. Енді дайын болған қамырымызды 25 немесе 30-35 граммнан бірнеше осылай бөліктерге бөлеміз. Менде 25 граммнан 25 дана шықты. Осылай оқтаумен барлығын жаясыздар. Бір шетін пышақпен кесіп, ішіне салмасын саласыздар. Кейін осы видеода көріп тұрғандарыңыздай дәл осылай орап шығасыздар. Енді астын мұқият біріктіресіздер, ашылып кетпеу керек. Дәл видеода көрсетілгендей қылып жасаңыздар. Осылайша міне қалған қамырдың барлығынан самсамызды дайындаймыз. Міндетті түрде қыздар дайындап көріңіздер. Өте тез дайындалады, әрі өте дәмді болып піседі. Қазіргі уақытта бұл самса хит болып жатқан самсалардың бірі. Міне менде бүкіл самсаның барлығын жасап шықтым. Енді өз қалауыңызша кунжут немесе мак сеуіп, алдын ала 180 градуста қызып тұрған пештеріңізде 30-35 минутта пісіріп аласыздар. Міне мен самсам дайын. Сіздер де менімен бірге міндетті түрде дайындап көріңіздер. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.